Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз өте дәмді алма қосылған пирог дайындайтын боламыз. Бір сөзбен айтқан кезде шарлотка, ең қарапайым әрі ең керемет рецепті алма, ұн, қант, разрыхитель және де біздің жұмыртқамыз, майонез, табағымыз және де миксер қажет емес рецептімізді бастаймыз. Ең бірінші ыдысымызға 5 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Қант бізде 100-150 грамм көлемінде болу керек. Осылай көп бүршіктер шыққанша миксерге баламыз. Және де миксерлеп болғаннан кейін майонез саламыз. Одан кейін разрыхитель саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде ұзақ уақыт араластыруымыз қажет. Одан кейін ұн салып, қамыр, яғни біздегі қатты қалың қамыр болып кетпеу керек. Ұнды өте аз көлемде салыңыздар. Одан кейін алманы осылай турап аламыз. Менде бұл жерде 2 алма кетті. Егер қалсаңыздар 1 алма да болады. Және де үстісіне осылай жасай береміз. Мінекей достар, бізде соңында дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сау болыңыздар.